мен сіздерге жылан шағу туралы аздап айтып беремін. Енді біздің елде 300-ден астам жылан түрі бар. Олардың тек 13-і ғана ұлы. Олардың ішінде 4-еуі ең маңызды болып табылады. Олар ұлы жылан шағуының көпшілігін құрайды. Бұл біздің кобра, кайт, рассел жыланы және аралып жылан. Бұл біздің денемізге қалай әсер етеді? Енді бұл біздің денемізге енгеннен кейін ол бізге 3 негізгі жолмен әсер етеді. Біріншіден, ол жергілікті аймақтарда тіндердің зақымдануын, жасушалардың зақымдануын тудырады. Екіншіден, ол нейротоксикалық болуы мүмкін. Бұл шығыт салдануын тудырады. Ақырында тыныс алу жетіспеушілігімен өлімге әкеледі. Үшіншіден, олар біздің қанымыздың ұюына әсер етуі мүмкін. Және бұл науқастар рассел жыланы мен аралып жыланында сөзбе-сөз қан кетуден өледі. Бұл жыландар қан кетуге, коагуляция профиліне әсер етеді. Сондықтан бұл науқастар тіс іздері болған жерде үздіксіз қан кетумен көрінеді. Немесе оларда қызыл иек қан кетуі мүмкін, конъюнктивальды қан кетулер болуы мүмкін, немесе дененің кез келген жерінде көгерулер, зәрде қан кету болуы мүмкін. Сонымен мұның бәрі коагуляция профилінің бұзылғанын көрсетеді. Енді біз жылан шаққан науқасты көргенде не істеу керектігіне көшеміз. Науқастың мұндай жағдайға тап болғанын байқаған сәтте бірінші кезекке оларды алаңдамауға сендіру керек. Науқасты тереу тегіс жатқызу керек. Қозғалыс болмау керек. Зақымдалған аяқ қолды жүректен төмен немесе тегіс деңгейде ұстау керек. Біз бұл аяқ қолды қозғалмайтындай етуіміз керек. Бұл сыну кезінде жасайтын иммобилизацияға өте ұқсас. Сондықтан таяқша немесе ағаш тақтай сияқты қатты затты пайдаланыңыз. Және бұл затты аяқ қолға мата арқылы байлап, аяқ қолды мүлдем қозғалмауын қамтамасыз етіңіз. Сонымен қатар жылан шаққанда не істеуге болмайтынын да айтамын. Егер сізде жылан шаққан адам болса, оны жүгіртпеңіз. Уайымдатпаңыз, себебі қорқыныш пен мазасыздық жүрек соғу жылдамдығын арттырады, қан айналымын күшейтеді, және бұл денеде тезірек таралады. Содан кейін біз фильмдерде көретін адамдар бар. Олар жараны кесіп сорып алады. Оды сорып алуға тырысқанда бұл ешқандай пайда әкелмейді. Бұл ауруханаға жету уақытын жоғалтады. Одың жалпы мөлшері қанша жақсы сорсаңыз да кек 2% ғана сорылады. Кейбір адамдар бұл науқастарға ауырсынуды азайту үшін алкоголь беру туралы айтады. Алкоголь де тағы да қан айналымын арттырады және денеде әлдеқайда тезірек қозғалады. Соңында кішкене кеңес. Жылан шағуын қалай алдын алуға болады? Егер сіз жылан шағуы мүмкін аймақта болсаңыз, жылан шағуын болдырмау үшін үлкен етік киіңіз. Егер адам ашық жерде ұйықтап жатса, жабық шатырда ұйықтаған дұрыс. Немесе сізді толықтай жабатын қарапайым маса торы ұйықтап жатқанда жылан шағуын болдырмауы мүмкін. Сондықтан қауіпсіз болыңыз, достар, және осындай жағдайға тап болсаңыз, қалай әрекет ету керектігін білуіміз керек. Көп рахмет.